Ата-аналар енді перзенттерін балабақшаға немесе бірінші сыныпқа қабылдауды электронды түрде тіркей алады. Ол үшін www.sitsen.kz порталына кіріп тіркелу қажет. Яғни ұялы телефон нөмірі мен электронды поштаны енгізеді. Сізге арнайы растау коды бар хабарлама түседі. Кодтарды енгізгеннен кейін ата-ана және бала туралы мәлімет толтыру жолағы ашылып, аты жөні мен жеке сәйкестендіру нөмірі сұралады. Содан кейін балабақшаны таңдайсыз. Өтінім осылайша жіберіледі. Бүгінгі күні елбасының тапсырмасымен білім саласында, денсаулық саласында автоматтандыру, цифрландыру өткізіліп жатыр. Бүгінгі күні бізде мынандай жұмыстар өткізіліп жатыр. Балабақшаға қабылдау, балабақшаға жолдама беру, бірінші сыныпқа қабылдау, одан лицей, гимназия сыныптарына қабылдау туралы жұмысқа енді мұқтаж кісілерді жұмысқа қабылдау, жалпы алғанда 5 мемлекеттік қызметті автоматтандыруды енгізіп жатырмыз. Балабақшаға жолдаманы да онлайн түрінде алуға болады. Енді қалалық білім бөліміне келудің де қажеті жоқ. Порталда барлық балабақшалар туралы жеке мәлімет, фотосуреттері мен ондағы кезек санын, өз кезегіңіздің нөмірі мен өтінімнің жағдайын көруге болады. Жобаның басты артықшылығы өтінімдер 90 сайын емес, күн сайын қаралып, реттеледі, және хабарландырудың бәрі де телефон нөміріне SMS түрінде келеді. Обязательно будет обеспечено защита. Жеке деректер құпия түрде сақталады. Адамдар балабақшаға кезекте тұрған балалардың тек атын көре алады, ал фамилиясы жазылмайды. Баласын бірінші сыныпқа беремін деген кез келген ата-ана осы порталға кіріп, балалардың мәліметтерін тіркей отырып, өздеріне қажет деген мектептерге орналастыра алады. Пилоттық жоба биылдан бастап іске аспақ. Бүгінде портал жетілдіру үстінде. Болашақта барлық білім беру мекемелері осы жүйеге көшпек. Инара Бенова, Резбек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.